Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз чертополох қайнатылмайтын кобра дайындаймыз. Оған қызанақты, сарымсақты, қызыл болгар бұрышын, ащы бұрыш қоссаңыздар да болады. Барлығын тазалап алып, бір келкі етіп, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бір келкі өткізілген дайын массамызға 4 ас қасық тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Алдағы уақытта массамыз бұзылмас үшін аспирин қышқылын қосып, 4-5 тан аспирин қышқылын қосып араластырып аламыз. Мен осы жерде дәмі ерекше дәмді болу үшін осындай кептірілген кинза қосып араластырып аламын. Массамызды бір келкі араластырып алып, жақсылап дәм тұзын көріп, өзімізге ыңғайлы етіп шишаларға, әйнек ыдыстарға мен 5 литрлік баклажкаға құйып алдым. Менде осы жерде 6 литр чертополох шықты. Жақсылап құйып алып, араластырып, оны кейін ары қаратай салқын жерде сақтаймыз. Ас дәмді